Қыздар, баршаларыңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен хит болып жатқан Еноки саңырауқұлақтарын дайындайтын боламыз. Ол үшін Еноки саңырауқұлақтарын алып, артық жерлерін алып тастап, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай керектеріңізше ажыратып аласыздар. Одан кейін қыздар, сковородкамызға аз мөлшерде сұйық майымызды құйып, жаңағы саңырауқұлақтарымыздың барлығын осылай рет-ретімен қойып алатын боламыз. Және де қыздар, екі жағын қызарғанша қуырып аламыз. Осылай сап-сары болып қуыру керек. Енді қыздар, соусын дайындаймыз. Чесногымызға томат пастасын салып, бір ас қасық қантымызды және де кішкене көз мөлшерде дәміне қарай соя тұздығын қосып, жақсылап араластырып, жаңағы саңырауқұлақтарымыздың үстіне салатын боламыз. Және де кішкене су құйып 5-7 минутқа жаңағы жай отта пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, біздің саңырауқұлағымыз дайын болды. Видео ұнаса маған тіркеліп кетіңіздер.